Сәху сәждесі қай кезде жасалады? Сәху сәждесі жалпы намаздың уәжіптерін тастап кеткен кезде жасалады. Мысалы, бір істі 2 рет қайталайтын болса, мысалы 2 рет руку жасап қоятын болса, бір істі, мысалы, фатиханы немесе қосымша сүрені, бірінші отырысты немесе тәшәһудты, құнут дұғасын не айтта тәкбірлерді тастап кететін болса. Содан кейін имам жасырын оқитынды дауыстап оқитынды жасырын оқыса, онда сәху сәждесін жасау қажет болады. Яғни қателік жасады ғой, сол қателіктің орнын толтыру керек. Осылайша толтырылады сәху сәждесін жасау арқылы. Енді сәху сәждесі қалай жасалады дейтін болсақ, намазды кәдімгідей соңына дейін оқиды, және соңғы отырыста аттахият дұғасын оқиды ғой, сол аттахияттан кейін бірден 2 жаққа сәлем береді, сосын 2 рет сәжде жасайды, сосын аттахият дұғасы, Аллахума солли барик және Роббана дұғасын айтып, тағы да 2 жаққа сәлем беріп, осылайша намазын тәмамдайды. Яғни сәху сәждесі осылай жасалады. Осы сәху сәждесіне байланысты енді кейбір сұрақтар бар. Мысалға, имам сәху сәждесін жасаса, жамаатта жасау керек па дейтін болсақ, имам қателессе, өзіне де жамаатқа да сәху сәждесін жасау уәжіп болып саналады. Ал имам қателесіп, бірақ сәху сәждесін жасамаса, ұйушы не істеу керек? Имам сәху сәждесін жасамаса, онда ұйушы да жасамайды. Ал егер де ұйушы кісі қателессе, сәху сәждесін жасай ма дейтін болсақ, жоқ. Имам да, ұйушы да сәху сәждесін жасамайды. Өйткені себебі ол ұйушы.